Сәлеметсіздер. Бүгін біз Microsoft Word редакторында автофигуралармен жұмысты бастаймыз. Бірінші сурет, мына ақпаратқа байланысты суретті автофигурамен салайық. Ол үшін Microsoft Word редакторын іске қосамыз. Вставка, мәзірінен фигуры, оның ішінен новое полотно деген таңдап аламыз. Міне полотномыз шықты. Осы полотноның ішіне суретті саламыз. Өйткені қозғау, белгілеу полотноның үстінде өте ыңғайлы болады. Қазір енді қоршаған орта деген фигураны салуымыз керек. Ол үшін вставка рисунок, вставка фигуры, прямоугольник емес, скругленный прямоугольник деген таңдаймыз. Скругленный прямоугольникті таңдадық. Таңдағаннан кейін бірден формат меню шығады. Формат менюнің ішінде оның фигураның бояуын, заливка қандай түспен жасаймыз. Және оның контуры дейді. Сызығының түсін өзгертеміз. Міне өзгерттік. Ішіне текст жазу үшін оң жақ пернені басамыз, добавить текст командасын орындаймыз. Енді осының ішіне жазамыз қоршаған орта деп. Текстің түсі ақ болып шықты, қара болып шығу үшін түсін ерекшелейміз. Главный менюдің ішінен түсін таңдауға болады, қара болып. Міне қоршаған орта. Келесі бізге мына стрелка сызамыз. Стрелка сызбастан бұрын мына мәліметтерді жазып алайық. Ақпарат, мәлімет, білім, команда деген. Бұлар 4 бұрыштардан тұрады. Ендеше бастайық. Вставка, фигуры. Мына мәтін таңдасақ, бірден ішіне добавить текст дегенді жазып қажет жоқ, бірден текст жазуға мүмкіндік береді. Мәлімет. Оны ортаға туралайық. Заливкасын жөндеу үшін оң жақ формат менюнің ішінен заливканы таңдаймыз. Қандай да бір түсті белгілейік. Одан кейін контурдың қалыңдығы, контуры көп болады. Қалыңдығын қоюға болады. Ол үшін контур менюнан толщина осылай қоюға болады. Мәлімет. Білім, команда деген сөздерді жазу үшін қайта-қайта жазбай-ақ осы фигураны белгілеп, контрол пернесін басып тұрып тасысаңдар болады. Тасымалдау командасын орындасақ, контурдың. Оның көшірмесі алынады. Енді мынаны өзгерте қоямыз. Білім және команда деп. Білім дейміз. Астындағыны команда деп өзгертейік. Келесі жазылатын әрекетіміз ақпарат деген текстті жазайық. Ақпарат деген текст жазу үшін вставка, фигуры, 4 бұрышты таңдап алайын. Олай болсын. Түсін таңдайық. Ол үшін формат. Мынандай болсын. Түсі қандай. Оң жақ кнопканы басамыз. Добавить текст. Ақпарат. Көлденең жазу үшін оны ерекшелейміз. Міне направление текста формат менюді таңдаймыз. Түсін өзгертеміз. Міне шықты. Бояу бірақ сарылау екен. Ол үшін формат. Заливка фигуры. Енді сызықтарын қояйық. Сызықтарын қою үшін стрелканы таңдаймыз. Вставка, фигуры, стрелка. Мына стрелканың қалыңдығын таңдау үшін контур фигуры, толщина. Одан кейін 3 стрелка тарайды. Вставка, фигуры, стрелка. Міне мұнда кетеді бір стрелка. Бұның көшірмесін ала салайық. Сосын айналдырайық.
Мынандай 3 стрелка қалды, салу керек. Ставка, фигуры, стрелканы таңдаймыз. Ctrl пернесін басып тұрып тасимыз. Көлденең сызығын сызамыз. Қалыңдығын өзгертейік, біраз қалшығасын. Сосын бір сызықпен қосайық бұны. Ставка, фигуры. Міне болды.